Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін маған AliExpress сайтынан мынандай посылка келді. Посылканың трек номері мынандай міне. Бұл посылканың ішінде не бар екенін өзім білем. Бұның ішінде иллюстратор деген нәрсе бар. Яғни мал піштіруге арналған қайшы. Ішінде 100 штук резинкасы бар. Комплектісін 4,5 теңгеге алдым. Бұл посылка маған 38 күнде келді AliExpress сайтынан. Қазір бұйырса распаковка жасайтын болам, яғни көрсететін болам. Сосын достар, егер де сіздер менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен жаңағы айтқандай, бұл товар маған 38 күнде келді. 23 сентябрь күні заказ бердім. 23 сентябрь 5 күнге түсіп кетті. 5 күн кешке заказ бердім. Или 6 күн ба. Где-то 25 сентябрь күні немесе 26 сентябрь күні маған Китайдан мына товарды жіберді. 12 октябрь күні мынау Қазақстанға келді, яғни мына товар Қазақстанға келді. Бірақ маған 2 ноябрь күні келді. Телефоныма SMS келді, сіздің товарыңыз келіп тұр, алып кетсеңіз болады деген. Бүгін барып алып келдім. Кеше 2 ноябрь күні сағат кешкі 8-де не 9-да көрдім. Бүгін жап-жаңа барып алып келдім. Яғни түсініп отырғандарыңыздай, Қазақстанға Китайдан бұл товар где-то 20 күннің ішінде, 15 күннің ішінде жетеді. Бірақ Қазақстанның Қазпоштасының қызметі өте нашар. Қазақстанның ішіне 20 күннің ішінде келіп тұр почти. Сонымен распаковка жасаймыз. Бұл товардың жалпы мен сатып алған жерде 2 түрлі вариантта сатылады. Мен нержавейка түрін сатып алдым. Тағы да басқа бір вариант бар. Ол сәл арзандау. Ол шатаспасам пластиковый, яғни қайшы пластиковый. Сосын бұл нәрсені жалғыз өзін сатып алуларыңызға болады, яғни резинкасын қосып сатып алмай, бөлек сатып алуларыңызға болады. Арзанға түседі, 2,5 теңгеге түсе ма, сондай болады. Резинкасымен қосып сатып алған кезде уже 4,5 болады. Мен 4,5-ға сатып алдым, қазір бағасы қанша екенін білмеймін. Сосын достар, бұл иллюстратордың ссылкасын мен осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де керек болатын болса, қарасаңыздар болады. Сонымен распаковкамызды жасаймыз, мынандай қолдан жасалған пышағыммен. Тіпті бите қояйық та. Жоқ. Былайынан кесейік. Достар, мен бірінші рет распаковка жасайын деп тұрмын, сондықтан да ешқандай да мән бермей қойсаңыздар болады. Сәл қобалжыңқырап тұрмын. Ішінде қандай товар бар, бұл брак емес па деген сияқты. AliExpress сайтынан мен жалпы 2017 жылдан бері сатып алып жүрмін. Бірақ бірінші рет распаковка жасайын деп тұрмын өстіп. Немізді аштық. Дәл айтқанымдай, ішінде мынандай иллюстратор деген қайшы бар. Көріп отырғандарыңыздай. Ары қарай пакетті ашамыз. Жаңа айттым ба, айтқан жоқпын ба, білмей отырмын. Бұл товарды, яғни бұл қайшыны мал піштіру үшін қолданады. Мен бұйырса ертең күн жылған кезде шабашкеге шығам ба деген ойым бар. Осындай бәлекет. Мынандай қайшы. Салмағы жеп-жеңіл.
мынаны биткен кезде мынаның ішіндегі резинкілерді созуға болады, короче. Мынаның ішінде 100 штук резинка болу керек. Жалпы қазір санағым келіп отырған жоқ. Или қазір санайын ба? Қазір санайыншы. Сразу. Мына резинканы бүйтіп мынаның басына кигізеді. Содан кейін уже мынаны бүйтіп созады. Былай созады. Малдың иенегіне кигізе қояды. Түбінен бүйтіп. Достар, мына жердегі резинканың санын санап көрдім. Жалпы комплектіде негізі 100 штук болады. Бірақ мына жерде 103 штук бар. Сосын мына қайшының салмағы өте жеп-жеңіл. Жаңағы айтқандай, бұл қайшы, яғни иллюстратор, екі вариантта сатылады. Біреу мынандай вариантта, яғни мынау темір, полный нержавейка, жұқа темір, бірақ мықты. Екінші варианты қайшысы, яғни иллюстраторы, мына нәрсе пластиковый. Ол арзанда болады. Алатын болсаңыздар, міндетті түрде мынандай түрін алғандарыңыз дұрыс. Сразу. Сосын достар, жаңағы айтқанымдай, бұл товардың ссылкасын мен осы видеоның астына қалдыратын болам. Яғни, именно мен AliExpress сайтындағы қай сатушыдан сатып алдым, сол сатушының магазинінің сайтының ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Достар, алдағы уақытта бұл иллюстратормен мен бұйырса қозы лақ піштіретін болам. Нағашымның ауылына баратын шығармын, бұйырса контент түсіретін болам, яғни именно осы қайшымен байланысты, яғни иллюстратормен байланысты. Сонымен достар, бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Міндетті түрде осы видеоның комментарийына өздеріңіздің ойларыңызды, көзқарастарыңызды жазып отыруларыңызды сұраймын. Сосын міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.